يقول رب سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الله سبحانه وتعالى حديث قدسي دايتادا يا ابن آدم ey адам баласы мен ауырдым сен мені зиярат қылған жоқсың дейді. Сонда құл не дейді екен? Я Рабб, я Раббым, мен сені қалай зиярат қылам? Сен мынау әлемнің Раббысы емессің ба? Сонда Аллах субханаху ва тағала айтады дейді, сен білмейтін бе едің? Мынау сенің досың ауырып қалды ғой. Сен білмейтін бе едің дейді. Ол не дейді қол? Міндетті түрде білем дейді ғой. Сен оған барған жоқсың дейді, оны зиярат қылған жоқсың. Ал енді сол құл ауырған кезде мен онымен бірге болатынын білмейтін бе едің дейді екен Аллах субханаху ва тағала. Демек, Аллах субханаху ва тағала ауырған құлмен бірге болады деген мағына шығады бұл жерде. Енді хадистің түсіндірмесінде мынау денсаулық дегеніміз бұл Алла Тағаланың адамзат баласына берген ең құнды нығметтерінің бірі екенін біз баршамыз білеміз. Ал енді мынау ауруға келетін болсақ, Алла Тағаланың ауруды беруі, ол дегеніміз ол адамға ең ауыр тиетін нәрсесі екен. Біз жалпы денсаулығымыз бар кезде қандай болып жүреміз? Күліп, ойнап жүреміз. Бір жерде тез шапшаң істей аламыз. Ал ауырып қалған кезде даусың шықпай қалады мысалға. Даусың шықпай қалады. Бір жерде істей алмай қаласың. Настроениең болмайды. Сөйлегің келмей қалады. Сондай бір нәрселер болады да. Сол себептен де мынау сау тұрған адамға Алла Тағаланың ауруды беруі бұл бір ауыр нәрсе дейді. Себебі адам баласы дені сау кезде Алла Тағаланың берген нығметтерін сезе алады. Алла Тағаланың берген нығметтерін сезе алады. Мысалға, тұмауды жұқтырып алдыңыз да? Тұмауды жұқтырдыңыз, сіз деніңіз сау кезде мұрынмен қалай дем алып жүрдіңіз да? Бірақ та тұмау болып қалдыңыз, екі мұрын бітелді де қалды. Мынау мұрынмен дем алу деген нығметті сезбей қалдыңыз да? Не болып кетеді? Ауыз кеуіп кетеді. Мида кеуіп кетеді оның қосында. Шынымен, мұрынмен дем алмағаннан кейін ол қиын болады. ولذلك فعندما يمرض الإنسان يعوضه الله بأنه بدلا من أن يكون في معية النعمة. Енді мынау адам ауырған кезде Алла Тағала оны ауыстырып қояды дейді. Мынау айналасын, ортасын ауыстырып қояды дейді. Біз жалпы ауырмаған кезде, сау жүрген кезде біз мынау нығметтердің бәрін пайдаланамыз. Оған қатты аса мән бермейміз. Ал мынау ауырған кезде бірден байқаймыз сол нәрсені. Мынау нығмет екен ғой деген нәрсені байқаймыз. Алла Тағала не істейді екен? Мынау нығметтерден нығметті беруші ортаға ауыстырады дейді. Демек, Алла Тағала өзінің панасына алады дейді. Ауырған адам Алла Тағаланың панасында болады деген сөз. فَلَوْ فَقَدَ الْمُؤْمِنْ نِعْمَةَ الْعَافِيَةِ فَلَا يَيْأَسْ فإن الله تعالى يريده أن يعيش مع المنعم لا مع النعمة التي فقدت منه. Жана айтқандай ауырған адам, мүмін адам, одан не кетеді? Нығметті сезу кетеді, және де оның сихха денесінің саулығы кетеді. Алла субханаху ва тағала ол адамнан нені қалап тұр? Ол адамнан өзінің Раббысына қарай жақындасыншы дегенді қалап тұр Алла Тағала. Мысалға, ауыртып қойды Алла Тағала. Біз жалпы ауырмайтын болсақ, алдыңғы сабақтарда айттық қой, ұмытып кетеміз Алла Тағала. Енді қазір бізді құтқарып тұрған намаз ғой. Намаз оқылып жүрген Құран. Енді намаз оқымай жүрген кісілер, Құранды бетінен жүзінен ашпай жүрген кісілер ауырмайтын болса, бәлки ұмытып кетуі мүмкін Алла Тағаланы.
Ал Алла тағала мынау аурумен не істейді? Өзін еске салып қояды: сен құдайың бар, саған мынау нығметті беріп жатқан сенің құдайың деген нәрсені еске салып қояды Алла тағала. Демек ауру дегеніміз бұл не екен? Ол Алла тағаланың рахымы дедік, Алла тағаланың нығметі дедік.